Бабалардан қалған асыл сөздерді сарқып, жыр мұраларды парақтар болсақ, ер жігіт, ер азаматқа қатысты өте көп сын сипатты ұшырастыруға болады. Мәселен, жігіттің сұңқары, жігіттің сұлтаны, жігіттің қыраны, жігіттің арыстаны, жігіттің қабыланы, жігіттің сарасы, жігіттің нары, жігіттің жампозы деп мақталып жатады емес пе? Алайда қазіргі уақытта өкініштісі, бұл сипаттарды дәл қазіргі уақытта біреуге айта қалсаң, қабақ шытқан назды жүздерді табасың. Құлағымыз баяғыда ата-бабаларымыз мынадай болған, қазіргі жігіттердің барлығы ұсақталып кеткен деген тағы басқа сол сияқты пікірлерді ести қалады. Алайда мақсатымыз өзгені айыптау, уәж айту, сынға алу, кінәні іздеу, жоқтау емес. Абыздардың ауыздарынан шығып, ғасырлардан ғасырларға жетіп, күні бүгінге дейін қолданыста жүрген мақал-мәтелдер, нақылдарды, Алла мен оның елшісінің сөздерін топтастырып, ер жігіт қасиеттерін бір айқындап қойсақ деген ниет қана. Ақылды, арлы, есті жігіт өзіне қажетін сарқып алар деген үміттеміз. Олай болса, жігіттің қасиеттеріне байланысты нақыл сөздерді мұқият тыңдаңыз. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас. Айнымас жүрек ер көңіл, ер жігіттің серігі. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Кең пейілді кем емес, тар пейілді кең емес. Болар елдің баласы, 15-інде баспын дер. Болмас елдің баласы, 30-ында жаспын дер. Мал қонысын іздейді, ер жігіт туысын іздейді. Ердің жақсысы елімен ойласады, әйелдің жақсысы ерімен ойласады. Адам болатын жігіт алдыменен өз нәпсісін билейді, сонан кейін ауылын билейді. Ауыл билеген аймағын билейді. Пайдасы бар жігіттер дария шалқар көлмен тең, пайдасы жоқ жігіттер ем қонбайтын шелмен тең. Ел болатын жігіттер ел намысын жыртады, ел болмайтын жігіттер елін ұрлап құртады. Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Қойдан қойдың несі артық, қол басындай ет артық, ерден ердің несі артық, ойлап тапқан сөз артық. Қоянды қамыс, ерді намыс өлтіреді. Жігітке жар қымбат, намыс пенен ар қымбат. Қарабет болып қашқаннан, қайрат көрсетіп өлген артық. Бай болайын деген жігіт айырбасшыл келеді. Адам болайын деген жігіт қарындасшыл келеді. Болатын жігіт епшіл, болмайтын жігіт кекшіл. Жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер. Емен ағаштың иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Жігітті көркінен таныма, сертінен таны. Жігіттің түсін айтпа, ісін айт. Керек іс боз балаға талаптылық, әр түрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан көйлеп, сыртқа пысық келеді сөзге сынық. Кемді күн қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкен іс. Оның қадірін жетесіз адам білмес,
Сүйікті ер білген сырын сыртқа жаймас. Артыңнан бір ауыз сөз айтып келмес. Еркектер әйелдерді билеуші, өйткені Алла бірін-бірінен артық жаратты. Ердің отбасында басшы болуының сыры әйеліне көркем мәміле жасай алуында жатыр. Ақыл, ой пікірінің жетіктігінен және қиындықтарға төзімділігінен ер кісі отбасының басшысы болып табылады. Бұл әйелдердің ақылы кем деген сөзді білдірмейді әрине. Ер адамға басшы болу жауапкершілігі жүктелгендіктен кездесетін кейбір қиындықтарға төзіп, кейбір кемшіліктерге көз жұмып, өзін сабырға үндеуі қажет болады. Ал әйел заты негізінде табиғатынан бітім болмысы әлсіз, сезімге жақын, сүйеніп өмір сүруді ұнататын жаратылыс. Егер ер адам әйел затын әрбір нәрсеге есеп ете берсе, әйел еш нәрсе істей алмай қалады. Ал оның қисықтығын түзету, оны сындырып алуға апарып соғады. Оны сындырып алу, онымен ажырасу. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай айтқан: әйелдерге жақсылықты өсиет етіңіздер, өйткені олар қабырғадан жаратылған. Қабырғаның ең қисығы, ең жоғарыдағысы. Оны түзеймін десеңіз, сындырып аласыз. Ал қоя берсеңіз, қисық күйінде жалғаса береді. Сондықтан әйелдерге жақсылықты өсиет етіңіздер, делінген. Әрбір ер азамат отбасы алдындағы жауапкершілікті сезініп, бар ауыртпалықты, қиындықты мойнына алған ер мінезді жігіттердің отбасы қашанда бақытты өмір сүреді. Ал өз жауапкершілігін әйеліне артып, ер мінезінен айырылған аты еркек азаматтар табыс таппай, жұмыс жасамай, отбасын асырамай, өсіріп отырған ұл қызының болашағын ойламаған еркек емес, құр сүлдері. Ертеңін ойлар ер адам әр қашан өз тағында отырып, ер мінезін көрсетсе, онда қоғам бақытты. Әр отбасының іргесін биікке көтерер ер азаматтардың бойынан тек асыл қасиеттер табылып, шаңырағы шаттыққа толған отбасы көп болсын. Құрметті оқырман, ер жігіттің бойында болуы тиіс асыл қасиеттер міне осылар екен. Сізге осы асыл қасиеттердің қайсы бірі ұнады? Олай болса, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісерім көп. Менің каналымнан нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер, өмірде болған оқиғаларды таба аласыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.